Сәлем достар, бүгінгі сабақта біздер Django'да модельдер құратын боламыз. Ол үшін біздер бірінші интро бөліміне өтейік. Интро деген жерде біздерде біз құратын қосымшаның мысалдары берілген. Біз бүгін екінші мысалды орындайтын боламыз. Екінші мысалда біздерде settings пайдың ішінде деректер қорын қондырамыз. Яғни ол жерде біздер SQLite, PostgreSQL, MySQL, Oracle және тағы сол сияқты деректер қорларын қондыра аламыз. Ол үшін мына жерде мысалы берілген. Қазір мен SQLite арқылы көрсететін болам. Яғни бұл біздің деректерді файлда сақтайтын болады. Ол файл бізде мына жерде құрастырылған db SQLite 3 деген. Оны құру үшін бірінші мысалы settings'тан тексеріп көрейік. Яғни біздерде MySite'ның ішінде settings деген файл бар. Осы жерде біздер database дегенді іздейміз. Яғни database-да бізде engine көрсетілген. Engine дегеніміз ол біз қай базаны қолданамыз және базаның атын көрсету керекпіз. Ол қай жерде екен. Біздерде SQLite 3 және біздің базадан base'дер деген осы біздің проектіміздің негізгі орналасқан жері болса, осы негізгі орналасқан папкадағы осы файлға сілтеп тұр. Яғни db.sqlite 3 деген жерге. Ал егер болашақта Postgres немесе басқа MySQL базаларын қосқан кезде, біздер осы database деген баптауды өзгертетін боламыз. Сол кезде біздің қосымшамыз өзіміз көрсеткен деректер қорына қосылады. Және төменге түсетін болсақ, мына жерде жазылған, біздерде SQLite болғандықтан, оған қолданушыны және оның паролін немесе базаның хостын көрсетпейміз, ал басқа базаларда болашақта көрсететін боламыз. Яғни бұл бізде осы файлдың ішіндегі мына файл. Келесі төменге қарай түсетін болсақ, TimeZone деген жер бар. Бұл жерде TimeZone деген осы Django қосымшасы қай сағаттағы жүргізіліп тұрғанын көрсетіледі. Мысалы, бұл жерде UTS, яғни ол глобальды уақыт, ал біздер бұл жерге Алматыны көрсеткіміз келсе, бірінші Азия және Алматы деп береміз, сақтаймыз. Және қазір енді деректер қорына түсетін біздің ақпараттарымыз қосылған уақыты осы Алматының уақытына қарайтын болады. Келесі біздегі маңызды баптау бұл installed apps деген баптау. Бұл жерде Django'ның беретін құралдары тұр. Олар туралы толығырақ қарайтын болсақ, мына жерде contrib admin деген админ панель, house деген авторизацияға арналған, content types деген ол контент типтері. Ол туралы ақпарат мына жерден оқи алсаңыздар болады. Және мына жерде сессияға арналған және хабарламаларға арналған және static файл, сол статикалық файлдарға арналған қосымшалар бар. Біздер бірінші оларды пайдаланар алдында Python manage.py migrate деп жазайық. Ол үшін мен серверді тоқтата тұрам. Python manage.py migrate деп жазам. Сол кезде бізде келесі команда жүргізілді. Ол дегеніміз мына жерде біздерге керек бастапқы таблицаларды құрып, оны деректер қорына салды. Біз бұл жерде migrate деп жазған команда осы installed apps'тың ішінде бар қосымшалардың миграциясын жасап шықты. Ал болашақта өзіміздің қосымшаларға миграция жасау үшін осы константаның ішіне өзіміздің қосымшамыздың атын қосуымыз керек. Яғни біздер бірінші pols деген ішінде модель деген файл бар. Сол жерге өзіміздің polsқа арналған таблицаларымызды сипаттап бастайық. Ол үшін modelsқа өтеміз. Мына жерге кодымызды қоямыз. Бұл жерді толықтай қарастырып өтсек, сұрақ деген модель бар. Ол бізде Django models деген кітапханасынан model деген класс шақырып, содан мұрагерлікке осының методтарын алады. Осы жерде question text деген, яғни сұрақтың тексті, ол char field'ті алады. Char деген бізде характер деген бізде символдар, яғни және оның максималды ұзындығы 200-ге тең. Pub date деген, яғни осы сұрақ қойылған уақыт, ол уақыт datetime field деп models деген кітапханадан datetime field арқылы пайдаланылады. Келесі оның таңдауы, таңдаудың ішінде ол да осы сұраққа ұқсайды және оның ішінде question деген бар. Question деген бұл жаңағы сұрақтың ID жазылады. On delete деген кезде каскад деп тұр, яғни біздер сұрақты кетірген кезде оның жауаптарының барлығы бірге кетіп қалады. Және choice text деген бұл таңдаудың тексті және оның да ұзындығы 200-ге тең.
votes деген ол дауыс, яғни осы таңдалды ма, таңдалмады ма дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде integer field деп тұр. Бізде default деген ол ең бастапқы мағынасы, егер сіздер votes дегенді көрсетпейтін болсаңыздар, ол өзі 0 болып базаға қосылатын болады. Енді келесі біздер pols apps, pols config дегенді installed apps деген ішіне қосуымыз керек. Ол үшін біздер apps деген файлға барамыз. Мына жерде pols config деген конфигурация бар. Осыны settingsқа қосу керекпіз. Ол үшін соңғы жолды көшіріп қояйық. Және pols apps, және осы apps'ның ішіндегі класстың атын қоямыз. Сақтаймыз. Келесі make migrations дейміз. Яғни бұл бізде мына модельдің ішіндегі көрсетілген сипаттамалар бойынша миграциялық файлды құрастырады. Алдында пробел кетіріп тастайын. Яғни бізде миграциялық файл қосылды. Оның аты 001 initial деген файлымыз пайда болды. Ал оның ішінде біздер базаға жүргізілетін операциялар жазылған. Яғни біріншісі create model сұраққа және оның таңдауына екі таблица құратын болады. Оны жүргізу үшін біздер Python manage by SQL migrate pols 001 деп жазайық. Аталған файлдар мен базаға өзгерістер енгізу үшін біздер келесі команданы көшіріп алайық та терминалға қоямыз. Ал бұл жерде біздерде тексттер берілген, яғни begin, create model question, және бұл жерде базаға түсетін скрипттің толық нұсқасы берілген, яғни ол таблицаны құрастырады. Егер сіздер деректер қорын білсеңіздер, Django қосымшасы өзі базамен байланыстар алдында осы команданы орындайды. Және choicesқа да солай орындайды. Және мына жерде индекс құрады, яғни біз models'ның ішіне барсақ, бұл choices сұрақтың ID-ін алатын болады. Бұл ID бізде берілмеген, яғни бұл бізде apps'ның ішінде бастапқы автоматты түрде қойылатын ID-іміз мына класстан алатын болады. Келесі біздер migrate деп жасайық, сол кезде біздің миграциямыз өтеді. Бізде applying OK деп шықты, яғни біздің құрастырған таблицамыз базаға түсті деген сөз. Енді оны тексеру үшін командалық терминалда осы manage.py арқылы Python'ның терминалын ашайық. Бұлай ашу себебі бұл осы Django'ның ішінде болғандықтан оған мына модельдер қолжетімді болады. Мысалы біздер осыған кіргеннен кейін бұлай жасақ болады. From pols models import choice және question деп жасақ болады. Яғни біздер pols models деген жерден осы екі класты шақырып жатырмыз. Және time zone дегенді шақырайық. Мысалы, мына жерде question objects all деп алған, яғни бұл сұрақтардың ішіндегі барлық объектілерді шығар деген сөз. Яғни біз ешқандай сұрақ қоспадық, сол себепті бұл тізім әзірге бізде жоқ. Q деген айнымалыға осы классқа бастапқы мәндерін беріп теңестіріп алайық. Және Q save деген кезде біз бұл сұрақты базаға сақтайтын боламыз. Біз базаға сақтадық және оның ID-ін тексеретін болсақ, ол ID-ге бірге тең, яғни ол біздегі бірінші сұрақ. Енді біз оның ID-нан бөлек сұрақтың текстін де ала аламыз. Ол үшін question деп тапты бассаңыздар өзі шығарып береді. Яғни what's new, ол не жаңалық деген сөз. Және оның уақытын қарасақ болады. Яғни бұл бізге түсініксіз. Мысалы біз string типке айналдыр деп қарайтын болсақ, біздерге мына датаны шығарып. Яғни 2020 жыл 8 тамыз сағат мынандай. Бұл жерде байқағандарыңыздай біздегі UTC деген формат бойынша есептеді. Яғни бұл UTC кезінде қосымша уақыт 00-ді көрсетеді. Ал егер Алматы болса, бұл жерге 6 қосылады. Келесі біздер енді бірінші жүргізген командамызды қайталап жүргізіп көрейік. Енді біздегі тізімде бірінші сұрағымыз бар. Біз осылай көптеген сұрақтарды қоса берсек болады осы терминалдың көмегімен. Енді мен Q деп жасатын болсам, мына жерде осы біздің объект, яғни question object деп тұр. Біз оны әдемі түрге келтіру үшін біздер қосымша методтарды жазу керекпіз. Яғни мына жерде көрсетілген def str осыны екі жерге қосатын боламыз. Мына жерде choices text болады. Енді Q деп жазайын. Бірінші біздер бұл жерден шыға тұрайық. Ctrl-D деген командамен шығамыз. Және қайтадан кіреміз. Яғни осы класстарды қайтадан шақырамыз. Және question objects all деп жазайын.
Міне мына жерде уже question деп бізде оның сұрағын көрсетіп тұр, иә. Ал мен оның біреуін теңестіріп алайын. Мысалы question objects first десем, яғни ол маған біріншісін береді. Q-ді басқан кезде міне question what's new деп шығарды. Яғни бізде str деген команда арқылы оны әдемі түрге келтірдік. Ал ол оның алдында бізде мынандай түрде болды. Question object 1, question object 1 деген. Ал енді бізде ол жерде қандай сұрақ екені белгілі. Немесе бұны өздеріңіз әдемілеп алсаңыздар болады. Мысалы ID, self, ID. Сосын text. Енді қайтадан шығып, мысалы shellға кіреміз. Біріншісін алып, Q-ді шығарсақ, енді бізде ID 1, text осындай деп көрсетіп тұр. Келесі нәрсе, біздер осы модельдің ішінде көптеген методтарды қоса аламыз. Мысалда берілгендей was published recently деген ол жақын арада қосылды ма деген сөз. Біз оны қосу үшін мына жерге қосайық. Бұл файлдың алдына import және біздерге time zone деген класты қосу керек. Ол үшін мына алдында тұрған барлық кітапханаларды қоямыз. Енді was published recently деген метод бізде осы объектінің жақын арада қосылғаны туралы ақпарат береді. Яғни біздер қайтадан shell командасынан шығып қайтадан кіретін болсақ, яғни бұл жерге класстарымызды қосамыз. Және мынандай команда бар. Фильтрация жасасақ болады. Яғни ID 1-ге тең сұрақты шығарып берді. Ол бізге мынандай тізім қайтарды. Яғни біздер бұл жерде ID бойынша іздесек, келесі команда арқылы біздер текст арқылы іздесек болады. Ағылшын тілінде what деп басталатын тексттары бар сұрақтарды шығар деп осылай жаза аламыз. Яғни бізге тағы да тауып берді. Енді келесі біздер time zone-ны қосайық. Қазіргі жылды алайық. Time zone now деген бүгін қазіргі уақыт және ол жерден year дегенді аламыз. Мысалы, current year-ді шығаратын болсақ, бұл бізге 2020 жылды көрсетіп тұр. Осы жылы шыққан сұрақтарды қарасақ, мінекей бізге шығарып тұр. Бұл жердегі get методы тек қана бір ғана объектін қайтарады, ал егер оны таппаған болса, ол қате шығарады. Мысалы, біздер мына жерге өзіміз қолмен 2023 десек табады, ал 2024 десек ол таппайды, қате шығарады. Біздер енді көрсеткенімізде get деп ID-ді де алсақ болады. Мысалы, ID бізде тауып тұр, ал егер 2 десек таппайды, себебі бізде екінші объект жоқ. Келесі нәрсе бұл ID-ді біздер primary key деген ағылшын тіліндегі сөзбен алмастырсақ та болады, яғни екісі жоқ. Бірінші primary keyде бізде объект бар. Олар толықтай ұқсайды. Енді келесі біздер осы сұрақтың қандай таңдаулар бар екенін көрейік. Бізде Q жоқ деді, бірінші Q-ді алып алу керек екенбіз. Біз Q-ге теңестіріп алайық. Мысалы Q question дегенді Q-ға теңестіріп алайық. Енді Q-ді шығарсақ бізде сұрақ бар. Оның choiceset.all десек, біздегі осы сұрақтың таңдауларының тізімін көрсетіп тұр. Бұл жерде біздер көріп тұрғандай еш нәрсе жоқ. Енді біздер осы сұраққа таңдаулар қосайық. Қазақша жазып отырсақ, мысалы біріншісі онша емес деп жазайық. Ол жаңағы сұрақтың жауаптары ол есептеледі. Бұл екіншісінде құрастырсақ болады, керемет деп. Яғни бізде 2 болды. Енді жоғарда команда арқылы қарасақ, бізде 2 жауап бар екен көрініп тұр. Яғни онша емес, немесе керемет. Және бұл жерде үшіншісін қосайық. Мысалы керемет, енді жақсы деген бір вариантын қоссақ, оны S деген айнымалыға теңестіріп алайық. Яғни бұл бізде choices дегенді қысқаша бірінші әріпін алсақ, C деген әріп. Яғни біз осы choices'тің бірінші әріпін алып, оған теңестірейік. Енді біз оны шақырған кезде жақсы деген жауап қайтты. Оның сұрағын нүкте question арқылы қарай аламыз. Яғни бізде бұл жауаптың сұрағы what's new? Не жаңалық, не хабар, немесе тағы да басқа сұрақты әртүрлі өзгертсе болады. Енді біздер Q деген осы сұрағымыздың жаңа all деп алғаннан кейін, немесе оның count деп шақырсақ, осы сұрақтың қанша жауабы бар, соны шығарады. Яғни біздер 3-ге қостық, қазір 3 жауабы бар. Осы жылы құрастырылған жауаптарды іздейтін болсақ, міне біздер оны сұрақтың құрылған уақыты бойынша іздесек болады. Мысалы, фильтр деп жазамыз. Question деген сұрағымыз, яғни
мына жердегі осы жауаптардың ішіндегі сұрағының уақыты жылмен есептеген кездегі осы жылға тең болатын бізге жауаптарды шығар деп тұр. Enter'ді басамыз. Яғни міне 3 вариантты тауып берді. Енді мысалы жақсы деген жауабымызды кетіргіміз келсе, delete деп шақырамыз. Ал бұл бізге мынандай нәрсе қайтарды. Яғни біз оны сәтті кетірдік. Оны көру үшін Q-да choices set count'ты шығарам. Яғни ол екі кетен біз соңғысын кетіріп тастадық. Ал оны көру үшін all деп жазайын. Мінекей бізде жақсы деген жауабымыз кетіп қалды. Базадан өшті. Енді біз осы терминалдан шығайық та админ панельді қалай қосу керегін үйренейік. Ол үшін терминалымызды тазалап алайық. Және осы админ панельдің өзінің супер админі болады. Ол админді бірінші қосу керек. Яғни осы команда арқылы біз админді қосатын боламыз. Мысалы, бізде username-ді аты десек болады. Оның email адресін сұрап тұр. Мысалы, мен аты test.com деп қоя салайын. Келесі оған пароль сұрап тұр. Мысалы, мен 123 деп қоя берем. Бұл әзірге бізде тест мақсатында. Ал егер де сіздер шынайы сайт жасаған кездерде бұл жерде дұрыстап пароль қоюларыңыз керек, себебі бұл пароль өте қауіпсіз болу керек. Я дегенді таңдаймыз. Яғни бұл біздегі парольдің валидациясын өтіп кетті. Валидация деген оның тексерісі. Яғни бізге айтып тұр, ол өте қысқа, ол өте қарапайым, және бұл жерде тек қана сандардан құралған деп тұр. Ал егер негізінде толығырақ 8 символдан көп етіп құрастыру ұсынылған. Ендігі мәселе, біздер серверімізді қайтадан қосайық. Браузерде ашамыз. Браузерде ашқаннан кейін енді админ деген жерге барамыз. Енді админ деген жерде біздер жаңағы енгізген қолданушымызды жазамыз. Мысалы, аты және пароль оның. Кірем. Бұл жерде біздерде groups, users деген екі бөлім тұр. Бұл яғни Django бізге ұсынған қолданушылар мен олардың рөлдеріне арналған бөлімдер. Мысалы, users'та мен енді ғана қосқан қолданушы тұр. Оның даныларын біздер былай кіріп өзгертсек болады. Ал groups деген оның яғни группасы, біздер яғни ол кейбір қызметтерді істей алу керек, немесе істей алмау керек. Соны біздер группаларға бөліп, осы адамға мына жерде қосып қойсақ болады. Енді біздерде осы жерде тек қана user groups емес, өзіміз енді ғана қосқан question және choices деген модельдерімізді де қоссақ болады. Ол үшін келесі нәрсені жасаймыз. Polls admin py деген файлдың ішіне барып, мына файлдарды қоямыз. Яғни ол admin деген қосымша көмегімен question деген модельді алып, register деп ол жерге регистрация жасайды. Әзірге бастапқыда тек сұрақтарды қостық. Ол яғни polls деген қосымшасындегі question деген модель екенін көрсетіп тұр. Ал оның үстін бассақ, біздерде мына бірінші біздер терминал арқылы құрастырған объектіміз бар. Оны ашатын болсақ, яғни сұрақ және оның қосылған уақыты көрсетілген. Ал мына уақыт болса, біздердегі Алматы уақыты бойынша сақталады. Ал біз оны мына басындағы баптауларда қосып кеткен болатынбыз. Енді оны біздер өзгертсек те болады. Мысалы, сұрақты өзгертейік. Қалайсың дегенге. Сақтап, мына жерде сақтап шығуға болады, немесе сақтап жаңасын қосуға болады, немесе сақтап осы жерде қалып өзгерте берсек те болады. Мысалы, save and continue дегенді бассақ, бұл сақтады. Енді біздер questions дегенге барған кезде жаңа текст пайда болды. Ал мына тексттің көрінуі біздер мына жерде көрсеткен болатынбыз. Models, және ID, және текст. Мына жерге үтір қойсақ та болады. Сол кезде одан да әдемірек болады. Міне ID 1 және тексті қалайсың. Немесе текст дегенді жазбасақ та болады. Ал жаңасын қосу үшін add question деген жерге барамыз. Енді осы жерге жаңа сұрақ қоямыз. Не жаңалық? Мына жерде уақытын қоямыз. Today деген бүгінгі күн, және timeға now деп қойсақ, қазіргі уақытты сақтасақ болады. Енді бізде бұл жерде екі сұрақ пайда болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Енді алдағы уақытта біздер MVT деген шаблонды өтетін боламыз.